сөз қайта ойналып келіп сені қылқындырады. Оңбаған нең бар еді деп ше. Сіз ше дедім мен сынаға. Мен бірінші отырды басын берем деді ғой. Қайсыңе деді Михон ше. Екеуміз ақ қойды. Бізден бақытты адам жоқ. Болған оқиға подкастында алғаш рет Жайдарманның аңыз адамы Хамит Ердехан. Қазір бұл Хамит Ердехан емес, бұны көбісі кітапхан деп таниды. Хамеке, қош келдің. Қош көрдік. Айқайлап сөйлегенінен байқап тұрған шығарсың, сізге ыңғайлы болсын деп жатырмын. Құдайға шүкір. Әйтпесе әдемі дүние айтқан кезде не дедің деп тұрса тағы да. Естіп сөйлескен жақсы да. Өтірік кетіп, деймін. Хамеке, көңіл күй қалай? Алдағы 1 сағат ел жұрттың бәрі сіздің аузыңызға қарап отырады. Бұл кісіде қандай оқиғалар бар екен, ел білмейтін. Қысқара біле набал болып тұр ғой бұл кісі қазір. Пойызбен анау Шымкенттен, оның ар жағында Қызыл Октябрьден той басқарып келе жатыр. Келді, точнее. Қош келіпсің. Қош көрдік. Бұл кісіні мен 2001 жылдан бері танимын. Нақты цифр 2009 ба, сондай мен танитын уақыт примерно 2009-дан. Алматыға көшіп келген кезде, мен Тараздан Алматыға келген кезде бұл кісі таза алматылық болып киініп алған, өз бір необычный киім жүреді ғой, ол кезде бойдақ. Осы кісінің құшағының астына кіргенбіз біз, қанатын бейтіп көтереді. Сол кезде әр қаладан арман қуып келген адамдар Алматыға. Сен құшағының асты қандала екен. Қандала, бәрі жүр. Бәрі жүр, я. Қызыл ала қойда екен, қандала ше, мен шақпайды. Мен нағы екен, мұна кәдімгі. Бачыт қалды ғой үсті бізді. Қызыл ала бір маталар болатын еді, сондай өп көтті ертесіне өзі, аппақ адам. Пәтеріне кіргеннен бастап. Сонда сендер оған дейін сезген жоқсыңдар ма? Қандала бар екен дейді? Мен ана жыбырлағаннан оянып кетем. Шыққаннан емес ше, датаво көбет дейді ше. Жыбырлағаннан оянып кететіндей дәрежеде ше, шаққанын айтпай қойғанның өзінде. Ол одаки жаман жағымсыз ғой ол, үстіңде жыбырлап кетіп баратқан бір жұмсақ ше. Жұмсақ. Бұл кісінің жүрегі де жұмсақ. Жалпы Алматыға бана айтып, жан-жақтан келгендер сәл бір жататын жер жоқ болып қала ма, Хамит балконнан бетіп тұрады ғой, дүрбімен ше. Бетіп пе? Сайран жақта. Сайран жақта. Бергеле деп үйге қарай шақырып алады. Қонақ жай. Адам көп деп ми ашмайды. Ми ашып баратса аппаратын шешіп қояды да жүреді. Сол ғой. Ең күлкісі сол. Спокойно жүреді. Кітап көп оқиды. Сол кезде білген мен бұл кісінің кітапхан болып кететінін ше. Кітап көп оқиды, оқуға кеңес береді. Сен осы кітап туралы бір бәле түсіргін келді. Мен Инстаграмды енді қуып жүрген кезде. Кітап туралы бірден айтшы. Тығамыз деп. Бұл всегда айтады, мен әшейін кітапты оқи салмайым, әріпке әріпті қоса салмайым. Мен екі адам сөйлесіп атса, үшінші адам болып бұлай сезінем дейді, сол екеуін диалогын бүйтіп тыңдап тұрам деп. Сөйтіп тұрып суреттеп беретін. Сөйтіп бір күні магазинге кетеміз. Нан, пан, сушняк, мушняк тамаққа алып келеміз деп. Хамит үйде қалған. Біз кеттік, соны алып келеміз деп. Келесін, домофон басасын ашпайды, домофон басасын ашпайды. Звондайсын, алмайды. Тұрдық есіктің алдында мал болып. Ойладық бұл туалетте деп. Сөйтсем бір уақытта звондап, сендер немене базарға кетіп қалдыңдар ма дейді. Тұрып қой есік алдында десем, мен аппаратын шешіп тастап. Вообще естімеген ғой біздің звондағанымызды. Кітабын оқып отыра беретін ғой балконда. Сөйтіп, осында ең қатты есте қалған менің оқиғам бұл кісімен болған осы. Қоңыр аяқ киім, оранжевый цвет па, сондай аяқ киім киген адамды бірінші осы кісіден көрдім. Біз енді постоянно білетіміз қара аяқ киім ғой. Қара аяқ киім немесе кроссовки, бірақ қоңыр етік киім, ковбой құсап киініп алатын. Сол қоңыр етікті Нұр кім айтады? Нұрсұлтан. Андай адамның терісін аптастаған кезде астрономияларда тұратын еді ғой. Адамдар ше бейді. Сондай деп ше, етке істелген деп. Жаңа ғана аппаратты алып тастадым дегеннен шығып жатыр ғой. 2 бөлмет біз неде Байтұрсында тұратын кезде. Бағдат деген бауырым тұратын мен қасымда. Сөйтіп намаз оқитын болдық та. Мен арғы бөлмеге барып, дәрет алып, арғы бөлмеге барып азан шақырдым да. Сөйтіп анау қасыма келіп отырды. Сөйтіп азан бітіргеннен кейін күліп отыр екен да ол. Не болды десем, мен ана бөлмеде азан шақырып жатырмын ғой дейді.
азанның жартысына келген кезде ана бөлмеде сіз бастадыңыз ғой дейді. Алла. Қазір шешіп тастап азан шақырып. Кәдімгі шешіп тастап тікелей өзіміз ғана қалып ше. Чисто Құдаймен байланысқа шығып аттың ғой. Өмірден байланыс тап тастап жақсы жері сол. Сендер мысалы өмірден байланысты үзамайсыңдар. Менде рахат. Неғып тастаймын болды. Ана мысалы бір адам аузыңды чапшы дейсің ғой бізде. Үніңді өшірші, даусыңды естігім келіп тұрған жоқ сенің деген ұрыстар бар ғой. Менде ондай нәрсе жоқ, мен мынаны алып тастаймын. Болды, анау жоқ менің өмірімде ше. Демек, үйде келіншегің неғыватса тыныш екен ғой құлағың, Келіншегім қатты жетілдей батып келмеді, Құдайға шүкір. Құдайға шүкір дейсіз ғой. Кейде ана балдардың шолақ кеткені, кітап оқып жатқан кезде қатты шолақ кетеді. Сол кездерде шамалы неғып қоямын. Бірақ кейде олардың шуын естуде бір рахат екен. Оны бөлек естимін. Кейде бірақ қаным ішіп жібереді. Бірақ сен соны армандадың ғой. Сен соны аңсадың ғой, дұрыс па? Себебі 2019-да ма? Қашан үйлендің сен? 17-де үйлендім. 17-де үйлендің, бірақ соға дейін мен қай жылдан бері жүрдім ғой, қасында келіп кетіп жүрдім Алматыдан. Сол кезде үйлену керек еді. Анау үйленді, мынау үйленді деп сөйтіп жүретін басында бір күні. Анау ажырасып, тағы үйленді, мен әлі жүрмін деп сөйтіп жүретін. 30-ға келіп үйлендім ба сонда? 30-ға келіп? 30-ға келіп үйлендім. Онда бәріміз намы? Бәріміз де 30-ға келіп. Мен 30-ға келіп үйлендім. Сол қарасай, біз енді 30-дан асқаннан кейін түсіндік қой, то, что 30-ға келіп үйленген нормально дегенде. Бірақ ол кездегі эмоция басқа болды ғой. 25-тен кейінгі эмоция, бірдеңкеден көштен қалып баратқан сияқты болып сөйтіп тұрады. Сондай болып кетті, асығыс болып кетті. Әпшімдер қыз іздеп кетті ғой. Мамамдар күніге қыздармен кездесу, сондай болып кетті ғой. Саған андай жіберіп отырған фотосы. Сонда болып кетті, асығыс үйленіп қойдым. Как будто сол үйленіп қойғаның өкініп отқан сияқты. Асығыс үйленіп қойдым негізі деп жатыр. Асығыс болды деп айтамаймын, Құдайға шүкір. Сабақ мені сәтімен деп. Әдемі кетті ғой, Аллаға шүкір. Менде анандай ойлар келе бастады ғой, бір 29-ларға қараған түнше. Жасым 29-ларға келген кезде мен үйленбей өліп кетсем қайтемін деп ше. Үйленем ба өз деп. Өйткені біздің енді ауылдың менталитетінде жалпы біздер 25-тен былай қарай үйленуіміз керек қой енді болды. 20-дан кейін үйлендіріп тастайтын еді ғой ауыл жақта. Бала шағаларын. Ерте үйлендіріп тастап. Сен естіген жоқ бұл, айта бер. Бізде менің класстасым мектепті, Айттың ғой. Балдарды бүйтіп шыртам ғой, бір әңгіме айтады, саған күліп болғаннан кейін бар, не дейсің деймін ғой. Көңілге қарап күле береді да елмен бірге. Сосын сұрап алады, не айтып едіңдер деп. Бұзбай-ақ қояйын дейсің да, бір күліп алады да, зато не дейсің деп тағы бір күліп алады. Осындайың жақсы көремін. Қазір сценарий жазып жатырмыз. Неге бір не жауап ек. Содан Нұржан бар, Бақа бар қасында, кітапханада ақша Нұржан. Енді Нұржанға мен өз тисемде күле береміз ана жерде отырып. Әрдеңелерді айтамын ғой мен Нұржанға. Кеше өткенде осы соңғы біреуінде не дедім Нұржанға? Анандай нәрсе жасайықшы дедім мен. Ойланып отырмыз ғой сценарийді айтып. Сөйтіп Нұржан анандай нәрсе жасайықшы. Сен жасашы соны дедім. Сұрақ жауаптар бар ғана футболистерді. Криштиану Месси, Зидан деген сияқты. Сонымен сұрақ жауап жасашы маған дедім да. Сөйтіп қазір ма деді да. Мен айтадым, не деген ойың ұшқыр адамсың сен деймін да. Қазір ма деген бір сөзіңнің артында қанша сөйлем жатыр да. Не деген айуан адамсың сен. Сценарийді кім жазады? Соны жасап отырайын енді мен деген сөйлемдердің бәрін қазір ма деген астына қалай сыйдырдың. Екі ақ сөз ба? Ол күледі, жылап ше. Оған айтамын, осындай нәрселер ғой, қыршаңқы нәрселермен тисем, ол күледі, көзінен жас ағып ше. Оған айтамын, мен де күлдірші осылай деймін да. Сөйт, осы уақытқа дейін күлгеніңмен, осы екеуміз кездескелі күліп жүргендеріңді таразыға қойсаң қайсы жағы басым болады деп ойлайсың деймін. Оған күледі, өзі көп сөйлемейтін бала ғой Нұржан. Бақа отырады, Бақа келген кезде ол айқайлап күліп от сақ қойып, қамеге мынау деп не сақ қояды арамызға. Қайбір жылы анандай болады. Ой, ұмытып баратқан анасы ғой ұстайтын негізі. Үштеңе жазып, бірақ сақ қоямын. Мен айтып, өзім, жоқ, жалпы мен мақсат жазырып, ұнайды маған, оның өлеңдері ұнайды да, оны мен жоққа шығармаймын. Соны айттым, өлеңдеріңіз ұнайды, мен өзім
ұнайтын әртістерім әншілерімнің несін сақ қоятын бар арасында дедім сөйтіп мынандай не жіберді саман уф дедің ба? Анау әңгіме бар еді ғой. Осы Хамитпен бәріміз бір үйде тұрған кезде болған әңгіме ғой. Жасикке ма айтқаның же сен? Жасекке. Иә, ол барлық жерде айтты ғой. Жасикте тұрды ғой бізден біраз. Сол кезде айтқан ол Жасик сен не істейсің? Аяғың жуасың ба или тобықтан төмен қарай несің? Анандай ғой бізде ше диван. Диван мына жақтан басталады да, мына жақта углдан былай қарай бұрылады да. Алдымызда телевизор. Мен содан былай басымды қойып футбол көріп жатқан. Ол ар жақтан былай жатыр. Ол ар жақтан келіп аяғы маған қарай созып жатты да. Мен жалпы уже білем ғой, постоянно айтамын, аяқтарын жуып жатыңдар деп, келіңдер деп. Ше үйге келгеннен кейін көп күндіз далада жүргеннен кейін өзіне де жақсы бір жағынан, бізге де жақсы. Негізі бізге жақсы бірінші. Иә, өзіне жақсы болса бірден жуып кіреді ғой, айтқызбай ше. Сол кезде болған әңгіме ғой, екеуміз ақ үйдің ішінде, ол есімнен де шығып кеткен, өзі айтыпты ғой, балдарға айтып, кейін маған өздері айтып берді басқа балдар. Сол кірер кезде бірінші айттым мен. Жасок аяғын жуып келе саласың ғой, иә деп. Сөйтіп келіп жатты, сөйтіп бір кезде сәл мен сездім да, сөйтіп жасок аяғын жуып ала салмайсың ба? Дем ол тұрды да әшейін суға жуып келді ау деймін. Сөйтіп сәл жатты да, сосын сабындап жақсылап деп басында-ақ айтқан мен ше жақсылап. Жасок жуып келдім, Хамитке жуып келдім деді. Анау просто әшейін әңгіме ол жуып келуде ғана болып тұрған жоқ қой. Негізі ше әңгіме құтқаруда болып тұрған. Сөйтіп жуып келдім деп қоймайды. Бір кезде тағы айттым, татып ана кімге болейді етіп жатқанымды ұмытып жатырмын. Футболда ма? Футболда ше. Тағы айттым, жасок не істейсің жуып келдім, Хамитке жуып келдім деп сәл ерініп жатыр. Бір кезде айттым ғой, болмай қатқан соң бұрылып, жасок сен жуасың ба болмаса тобықтан кесеміз еді ше. Басқа егер шынымен ақ сабан іштеге кетпейтін болса деген ғой. Сабанға кетіп жатса ма иісі? Иә, сол вариант шынымен жуып келдім десе тазалап жуған шығар. Ода кінә жоқ шығар. Значит, басқа варианттарын көрсек дегенде ой болды да, мен ешқандай арамай жоқ әйтеуір, ол да таза жүрсе деген. Енді біздің болған оқиғаның атынан сізге қош келдіңіз деп. Нұрсұлтанмен көп жүрдіңіз ғой енді. Нұрсұлтанмен көп жүрдіңіз ғой деймін да. Андай қитұрқы әңгімелер болған жоқ па? Қызықты. Нұрсұлтан. Біз Нұрсұлтан екеумізді в основном Марат қой жыртатын ше командада. Мараттың табиғаты басқа да. Ол бүйтіп андай басында мен Нұрсұлтанға мысалы Марат бір басқаша киім киіп келсе бүйтіп Нұрсұлтанды бүйтіп сәл бұрып жібере саламын да соған қарай ше. Сөйтіп Нұрсұлтан күліп жүреді. Сөйтіп екеуміз күлеміз ана жерде басқа бір әңгімелерді айтып ше. Сөйтіп ол кім біліп тұр ғой жалпы қаяқтан шыққан. Маған бұрылмай ше Нұрсұлтанға қарап не болды? Саған қарай бармайды. Қай бір жылы ана карантиннің кезінде ойнадық қой ктада чемпион болатын жыл. Сол кезде Марат анандай бір Луи Виттон бар ғой, сумкалар болатын еді қоңыр эмблемалары есі. Тура содан маска киіп келді Марат ше. Нандай аэропортқа барған кезде самолетте маскамен дегенде бәріміз әшейін маска киіп алдық. Одноразовый маскамен жүріп. Марат сумкасынан ананы шығарып киіп алып кәдімгі Нұрсұлтан екеуміз самолеттен түсіп қала жаздадық қана. Әрі сап-зеро деймін әйтеуір. Бір кезде болмай кетті, Маратқа айттым ғой, сумка киіп алғансың ба деп ше. Сондай андай не да? Оқиға дейтін бір белгілі, бір ситуационный оқиғалар емес. Кез келген жерде сондай нәрселерге күліп кете береміз әйтеуір. Бізге вообще негізі... Бірақ Нұрсұлтан сені көп мақтайды. Иә. Хамикемнің шәкіртіміз, сол кісі аман болсын. Ол кісімен жүрген жерлердегі оқиғалар өте көп болды деп айтқан алдында бір келген кезде. Бүгін жол түспей қалды ол Нұрсұлтан. Сол келгенде ол КВН-де жүрейін. Өз Республика сарайында да КВН ойнаған кезде Марат екеуі сырттан шығады ғой. Сен көріп отырып кейін өзіне жазам да, ана сырттан за кулисам шыққан кезде ше, оңбаған деп, адаға ше, бүйтіп.
деп ана шығып бірден мен шықтым ғой күлсеңдерші деп шығып жатсың ба сонда бірден деп ай соны сізге ұсталып қалмайын деп барынша жинағы шығып едім дейді. Сонда да ба? Қателессіз. Пока что я жив ұсталып қала бересіз. Бізде сол көп нәрсе есте шығып кетеді. Ана не Сырдарияның кезінде кейін Мақтааралдың кезінде квартирада еді ғой қызықтың бәрі сол жерде. Балдар деген бізде әртүрлі персонаждар болды ғой, ана Бикмара, Муха, Иә. кім Бекзат, солар әртүрлі нәрселер істейді ғой. Сол кезде соның бәрі Нұрсұлтанның есінен шықпағанына таңғаламын мен ше. Мен есімде жоқ ешқайсы. Бәрі Нұрсұлтан еске айтқаннан кейін барып есіме түседі. Ана иә. Кстати, мен қателеспесем бірінші рет көрдім сенің киноға түскеніңді. Қақта? Әкеңнің баласына сен түскен жоқсың ба? Иә. Кинода ойнадың ғой. Бала шағасы көп отбасы болып па? Иә, сондай. Бөтен еркек емізген қаламайым деп бір не істегенің бар еді ғой. Оның алдында киноларға түстің ғой сен? Малайға түстік қой біз. Малайға? Кіммен? Малайға Джеканың несіне кіммен бірге түсті ғой, Михонмен бірге. И еще Келінжанның 6 сезонында болды бізде. Ол сериал ғой енді. Иә, вообще деп жатқан ғой, эфирға деп. Толық метрлі кинолардан айтып жатыр. Толық ненің бір эпизодына түстім, кәрі қыздың. Иә. Енді кино әлемінде өзің бір режиссер болып, немесе продюсер болып, бір кино түсірем, қазақ киносының тарихында бір із қалдырам. Бұйырса соған кірісіп жатсыңдар ғой, біз жаңалық естідік қой. Иә, Құдай қаласа сол қазір соны аузынан тартып жатырмын ғой. Соны неғып жатырмыз. Жалпы бала күннен арман ғой. Жалпы бүкіл көп көбеншіктердің арманы сол актер болу деп ойлаймын негізі. Сол актер болуды армандап келіп, жүргеніп кете салмай, сол КВН тегін болғаннан кейін сол арқылы көтеріліп кеткендер қаншама болды ғой. Мен осыны мына айтып берген дұрыс. Себебі менде жүргенівке грантқа түсуге 3 балл жетпей қалды да, сонымен мен грантқа Таргоға түстім ғой. Анақа 3 балл жетпей қалды. Ақша төлейтін жоқ. Сөйтіп Тараз мемлекеттік университетінде мен актер режиссер мамандығын оқып шықтым. Мен түскен жылы Нұрболхан уже 3-ші курс болды. Сен 2 курс бітіріп қойдың ғой. 3-ші курстамыз. Мен 1-ші курс болғанда Нұрболхан 3-ші курс болды. Сөйтіп Нұрболхан 2011-де бітірді та, бұл тура сен айтпақшы КВН арқылы дальше кетті Астанаға, бірақ бұл магистратураны оқып алды. Актер режиссер мамандығымен. Мәдениеттану евразийский. Мен біразға дейін оқыта алып жүрдім, жүргенікте оқимын деп. Сосын Мәкеңнің бір сөзінен кейін тоқтадым мен ол ойдан. Айтты сол кезде, Хамит, тура осы тірлігіңді ары қарай істеп жүре бересің, бірақ дипломың болады деді үйде. Жүргеніктің. Одан қайта оған кеткен ақшаны басқа нәрсеңе жұмсап, ары қарай ұра бер, уайымдайтын нәрсе емес негізі деді. Мәкең деген кім? Мадияр да, Өнерғандар Мадияр. Ол қай жылдар айтты ол, сол 2010-дар ма, 11-лі ма? Енді ол өте дұрыс айтты. Себебі сол актер режиссер мамандығымен бітірген диплом алған жылы сол жерде тұр. Алған шкафтың ішінде тұрды ғой. Нұрболханда да алған бір емес 2 дипломы бар, ол да тұрды, бірақ тура сол істеп жатқан жұмысын істеп например, сауат ашу. Жоқ, сауат ашу да емес. Сен қазір істеп келесің да, уже ертең белгілі бір жасқа келесің ғой. Сол кезде бір қызметте отыру керек болатын кезде, вот сол нәрсе сол кезде керек болады бұл нәрсе. Дипломы бар деген. Потому что бұған дейін де мақұл, өнерде қызмет еттің, кино түсірдің, например, деген сияқты. Мәдениет саласында қызмет еттің деген сияқты. Атағыңды жинайсың оған дейін. Кейін атағыңды жинап болып белгілі бір жасқа келген кезде, уже ана дипломдарыңды уже енді как қызметкер ретінде, потому что енді қартайғанша жүре білмейсің ғой, салақтап мысалы деген сияқты. Бір жерде қызмет етуің керексің, тұрақты деген сияқты уже. Вот сол кезде керек болып қалуы мүмкін бұл дипломдар. Солай емес пе? Солай емес, солай ой болды. Одан кейін ол мемлекеттік жерде білмеймін мен жұмыс істеу. Көреміз да бұйырған. Сонымен жарайды деп өнерде оқуды бір жолы сонымен пока жұмыс осы өзіміздің бағытта кете берейік. Мәкең сол кезде айтқан, ең бастысы театрға баруды тоқтатпа. Жаңағы драма театрлар ше. Сол театр ол кезде барып жүретін өзімді. Мен әсіресе Астанаға барған кезде Талғат Теменовтің қойылымдарын жібермеуге тырысамын. Талғат Теменов жалпы өзім ең жақсы көретін режиссерім Талғат Теменов. Енді қазіргі заманына сай неше түрлі режиссерлар шығып жатыр ғой, заман талабына сай, Құдайға шүкір.
Талғат Теменовтің киноларында мына Төлеге Мұхамеджановтың композицияларын қолданатындығы және де қалай қолданатындығы сол зашкалывает дейді ғой орысша, сол сияқты риза боламын мен. Зашкалывает. Ілет десе сол іледі, тартады. Іледі, ілетіндерді іледі. Ілетіндерді іледі. Мысалы, Махаббат станциясында қойылған музыка, Юнус деген музыка, ол негізі махаббат емес, жалпы жас өспірімнің бойында енді оянған қасиет қой. Ал Төлеге Мұхамеджан бұл досы, Талғат Теменовтің өздері, Иманғали Тасмағамбет бәрі бір дос болған ұқсайды, жақсы көп айтады интервьюлерінде, жазбаларында. Мен қалдырмай оқып жүрем ол кісілердің жазбаларын. Зор жазады Талғат Теменовтің өзі. Сол несінде айтады, айтады емес, мені Төлеге Мұхамеджановтың композициясы біздің қазақ классикасына бір европалық үлгіде қазақ классикасының негізгі дәмін кетіріп алмай, сол нотада әдемі ұстап берген композитор ғой. Мысалы, өлмейді және де оның басып озатын, ешқандай Махаббат станциясын басып озатын музыка жоқ, мысалы үшін. Оның біздер тыңдап жүргенден де бөлек тағы да бір 3-4 версияда жазған андай. Көңілді қылып, қатты не қылып. Сосын адамдар арасында бөлтірік деген киносында, мысалы детство деген музыка бар, не бар ғой, күй. Соның оригинал версиясы қойылған. Киномен, өлең кәдімгі екеуі бірге тірілген, күшті әдем зор шыққан. Мен соның қойылымдарына барам, оның қойылымдарына көбінесе Ол неде ма? Қалекей театрында ма еді? Қалекей театрында. Шыңғыс Айтматовтың қойылымдарын қояды көбінесе. Ол енді Шыңғыс Айтматовтың мен оқыған кітаптарымды қояды, көбінесе сол қызық маған отыр. Бір күн келіншегіміз екеуміз барып, кім туралы жатыр ғой? Қызыл орамалды Шынарымды қойды сол кезде. Кім аты? Әсел шыққаннан кейін. Сол жерде Әселге ғашық болуы жатыр ғой, қойылымда анауда ғашық болады, мынауда ғашық жатыр, Әселге ғашық болды, сыртқа шыққан соң мен де ғашық болдым Әселге де. Әдейі. Әйелің бар ма еще? Келіншегім айтатын осы. Енді үйленген кездерде. Әйелі бұнымен жүрсе бар ғой, я деп көңіліне қарап барады сияқты маған. Хамеке, Хамеке жүріңіз театрға деп жүрді. Қазіргі қоғамдағы red flag, green flag дегенге не айтасыз? Енді қазір мен бұдан біраз жылдар алдын болғанда басқа жауап болар ма? Қазіргі жылдарда бұл енді бір ғана нәрсе ғой біздің айтатынымыз, ақиреттің жақындап қалғаны сол ғой. Басқа не, ол бүлік қой, фитна ғой. Жоқ жерден бүлік. Еліміздің амандығы, жұртымыздың тыныштығы, қарнымыз тоқ, киіміміз көк деп жүргенде түсіп қалады. Анандай бір жағдайда болған менде ше. Осы Байтұрсынова Абаяда светофордан өтіп баратқан кезде кісі кәдімгідей жаңағыдай қудыртып киініп алып очкимен өтіп баратқан кезде светофордан ортаға келген кезде очкимнің бірнесі түсіп қалды. Кәдімгі қой деді ғой сен бәрібір алматың кемессің деп ше. Сол жерде. Енді жаңағы жауап сол ғой енді ол бүлік шығар деп ойлаймын. Ол шығар емес, бүлік қой, біреудің семьясында, біреудің жанұясында. Ол отбасы деген енді менің ойымша қаншалықты жұмбақ болған сайын соншалық бақытты ғой. Қаншалықты жұмбақ болған сайын. Осыны Нұрболхан да айтады негізі. Иә. Қоғам менің өнерімді бағаласа бағаласын. Мен ұнамай қалсам, мені боқтайды, мені жамандайды. Бірақ мен үйімде қанша адам бар, олардың түрлері қандай? Қайда тұрып жатырмын? Ешкім білмейді дейді. Оларға сол үшін тиісе алмайды. Тиіссе маған тиіседі. Сол ғой, например, мен үйді көрсетпеймін ғой. Қандай үйде тұрып жатырмын, не киіп, не ішіп, не жеп жатырмын, қыздарым не киіп жатыр, әйелім қандай машинамен жүр, мысалы. Ештеңе салмаймын ғой. Чисто или өнер туралы саламын, өзім, например, КВН туралы болсын, или кино туралы саламын, или өзім күнделікті айтып жүрген, қоғамға айтқым келген әңгімемді ғана айтамын да. И жазатын адамдарда менің личкама өте алмайды. Неге? Потому что информация білмейді менің семьям туралы. Менікінде кішкене не бар да? Қоғам білет, мен отбасылық контент жасайтын болғаннан кейін. Ішінде мамам да бар, інім де бар, келінім де бар, келіншегім де бар дегендей. И бір видео саламын, например.
Ол видео көңілді форматта салынған видео ғой. Күл или күлме. Ол көрерменнің өзінің еркісінде. Бірақ астына кейде бағанағыдай не в тему әйеліңе қатысты жазып жібереді, келініңе қатысты жазып жібереді, бір күні мамаңа қатысты жазып жібереді. Сол кезде отырып ойланып қаласың. Жазып жатқан адамдардың өздерінің соры ғой. Жазып жатқан адамдардың көбісі кірсең счастливая мама деп тұрады ғой. Анау бұл жерде сол комментарий, біреудің отбасы туралы әңгімелер, біреудің сыртынан жамандаған неге анау Имам Ахмадтың оқиғасы соны сипаттай ма? Айтады ғой, жаңағы бір осындай бір қоғамда сонда енді ол барлық қоғамның өзінің жаңағыдай ред флагмен не Green flag болған ғой, сондай грин флагы. Сол кезде жаңағы Имам Ахмадқа көпшіліктің алдында біраз әңгімелер айтып тастайды. Жаңағыдай қарсыластары ғой енді. Сол кезде қасында енді шәкірттері бар қасында. Имам Ахмад үндемей кетіп қалады екен сол жерден. Үндемейді, түрін де өзгертпейді, ашуланбайды да. Былай келген кезде жаңағы қасындағы жас шәкірттер шамдалып қалып, ұстаз бірдеңе айтпадыңыз ба деген сияқты жаңағыдай. Енді сізде оған жауап берерліктей сөз табылмай қалды деген ол мүмкін емес жағдай еді ғой деген кезде Имам Ахмад айтады. Ол не айтып жатса да, оның айтып жатқан сөздерінің менің амал дәптеріме ешқандай да қатысы жоқ дейді. Маған ол ешқандай да әсер етпейді оның айтып жатқан сөз. Ол өзінің амал дәптеріне жазып жатыр ғой, ертең өзі сұралады сол айтып жатқан сөздер үшін. Осы нәрсені білсе комментарийде анау біреудің семьясы емес, өзі ғой, өзіміз жаңа Шәкәрімнің де Абайдың да айтпағы сол болды ғой, өздеріңді түзетіңдер. Осы өзіңмен күрес өлгенше. Өзіміз. Әйеліңнен мінез шығып жатса да өзіңнен, балаңнан мінез шығып жатса да өзіңнен. Оған жаңа ана бір хадисіміз дәлел ғой. Егерде жаңа сахабалар баяғыда атпен келе жатқан кезде аты тоқтап бір көңілінен шықпай дұрыс жүрмей жатса, тоқтап ойланады екен, не істеп едім мен кеше деп. Сол сияқты. Омар радиаллаху анхудың да айтқан сөз бар. Егерде әйеліңнен бұрын бір өзіңе ұнамсыз бір амал шығып жатса, бір сөз шығып жатса, мінез көріп жатсаң, түрінен, ісінен, сөзінен деген сияқты, тілінен, ол өзіңнен дейді, өзіңнің жасаған күнәларың өзіңе әйелің арқылы келеді. Ол өзіміз әдемі түсіндік негізі. Өзіміз бәріне ол бәрін өзіңнің еркелетіп алуынан да болуы мүмкін. Немесе бағана сен айтқан нәрселерде, иә, енді нәпсі деген бар, ол кейде жынын келіп кетеді ғой, бір жазып кеткен қатты көңіліңе тиіп қалған кездерде мен барынша сол жазған адамның өзіне хабарласып сөйлесуге тырысамын. Бұған 1-2 рет сөйлескем. Әсіресе ер азаматтарға. Неге олай жаздың дедің ғой? Ер азамат емессің ба, бауырым, не керегі бар ондай нәрсенің? Кемшілік болса мен өзімнен кемшілік. Саған да негатив жазатындар бар ма сонда? Я, болатын арасында бір болмайтын бір әріптерге. Бұл біздің аңыз адам ғой, қалай бұған негатив жазасыздар? Бұндай адам қоғамға керек қой. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға жазғанда біздер деген. Иә. Ей, даже Құдайдың өзіне тіл тигізіп жатқан кезде біз кімбіз ғой? Бірақ ол да бар, иә. Ауыр әңгіме айтып кеткен жоқпыз ба, Хамеке? Жақсы. Иә, ол айтады ғой, жақсын айтып жаман тақап қой деп. Күлеміз, күлкінің артында үлкен бір салмағы болса. Зіл жату керек па? Күлеміз, күлкінің артында бір әдемі салмақты зіл жату керек па дейді, әңгіме дейді, әңгіме. Бір айтары бар әңгіме болсын дегені ғой. Өйткені жаста кеп қойған сияқты сондай нәрселер айтты ғой. Пенсияға қанша қалды? Мен қазір 38-де, Құдай қаласа. Осы ноябрьде 38. Осы ноябрьде шығамын. 2 жас қалыпты 40-қа келуге. Уже 40-қа жақындап келетсің. Уайымдаймын кейде. 40 деген неге не үшін уайымдайсың? Кемелденетін шағы ғой деп ше ер азаматтың. Жоқ, кемел болғанда кемелденген кезде не істеу керек адам? Соғы енді ол енді өзімнің нем да жеке мен қандай дәрежеде қалай кемелдене алады екен деген сияқты сұрақтар ғой. Жоқ, именно сол кемелдену дегенге қарай әрекет етесіз ба сіз мысалы? Өзімді тәрбиелеуге. Мына 30-да орда бұзды деген кезде 30-да орда бұздың енді мақұл ше. Сол айтылған нақыл сөздерге қарай әрекет етесіз ба деп жатқаным ғой? Жоқ, енді былай ғой, ол сөздер үшін ғана емес ме? Ол 40-та қамал аламайды деген сияқты ма? Ол жоқ, енді ол сөздерді енді былайша біздің тілімізге жеңіл болу үшін әдемі жазып кеткен ғой, ілгердегі дана кісілер ше біз. Или оға ыңғай келгесін 30-да орда бұзады деп о деп қосып жіберді ма? Енді ол жерде
ар жағында терең әңгіме жатыр ғой, оны өзің де түсініп тұрсың. Қамал алудың да ар жағында үлкен терең әңгіме жатыр. Мен ол тікелей сол ненің ар жағындағы әңгімелерге мен қаншалықты өзім лайықты келе жатырмын. Осы нәрседе ғана менің өзегімді өртейді, қалған нәрсе. Өзіңізді өртейтіндей емес ол. Қайта қуаныш емес па? Қайта бақыт емес па? 40-қа келмеген қанша адам бар? Қазіргі заманда өлім жасарып баратыр, білесіз ғой. Оның қасында сіз бақытсыз ғой, қаншама адамдардың қасында. Аллаға шүкір 40-қа келатсың, бала шағаң дейін сау өсіп келатыр. Ертең 50-ге келесің, қызды ұзатасың, ұлды үйлендіресің, 60-қа келесің, немере көресің, 70-ке келесің, шөбере көресің. 10 жылдың ішінде шөбере көрмейді. Ары қарай Еститініңді білмеймін, бірақ көресің десе. Еститінді білмеймін, бірақ көресің десе. Құдайға шүкір, жоқ, мен ол ешқандай налып өкініп отқан ештеңем жоқ. Аллаға шүкір, зор. Мына жалған дүниенің жақсылығы, егер осылай болса, сол жақсылықтың ішінде келе жатқандығыма мен ешқандай да нем жоқ. Бірақ енді біздер сен қоғамды өзгерткің келе ма? Иә. Тәрбиелегің келеді, ішіндегі мынау неңмен бөліскің келеді ғой, түсінсе екен мені қоғам деп. Мен түсінгенім бойынша. жоқ, білмеймін, мен қоғаммен нем жоқ. Біздер Қоғаммен нем жоқ мен десе. біздердің мақсаттарымыз бөлек қой, сен де оны біліп отырсыңдар ғой. Жалпы иншалла әйтеуір сол жақта ертең ар жақта жүзіміз жарық болса, есеп күнде одан кейін ары қарай мәңгі өлмейтін керемет жақта мәңгі тірі жүрудің өзінде деген бағыт. Осы нәрсе менің уайымымда. Жалғанды жалпағынан баспадық па дегенге ше? Жалғанды жалпағынан баспа деп айтады ғой. Жалғанды жалпағынан басып жүрмейсің бе деп. Енді ол менше түсініп қалдым мен. Жол, мен қазір Құдайға шүкір не жеймін, жедім. Мен өзім ойымда жүрген нәрсенің бәрін жеп болдым деп жедім деп ойлаймын. Мысалы, не жедіңіз? Қазір Антарктидадан киім алдыруға болады ше. Басқа мемлекеттерді айтпағанның өзінде. Қазір бәрі мүмкін. Құдайға шүкір, Аллаға шүкір, достарымның ортасында, өзімнің ұнатқан қоғамында, өзімнің жаңағыдай осы әзіл жолын таңдадық. Әзіл жолында әлі өздерім келатымыз қазір. Қанша 15 жылдан асып кетіп бірге келе жатқанымызға. Мен өткенде айтып жатырмын, бір жекжатым сияқтысыңдар менің. Мен өзімнің бір құдаларыммен, нағашыларыммен, сендермен араласқан сияқты араласамаймын. Мен сен екеуіңнен жасыратын ештеңем жоқ. Мысалы, мен келіншегімнен жасыратын нәрселерім бар шығар. Анамнан жасыратын нәрселерім бар шығар. Класстастарымнан жасыратын нәрселерім бар шығар. Ауылдағылардан жасыратын нәрселерім бар шығар, бірақ мен сендерден жасыратын ештеңем жоқ. Біз сонда анаңыздан биік тұрмыз ба? Білесіңдер. Біз сонда анаңыздан биік тұрмыз ба сонда? Жоқ, әңгіме ол жерде кім биік тұр, кім төмен тұр емес. Бұл жерде кім қаншалықты саған жақын тұр, сода болып тұр ғой. Түсініп тұрмын ғой. Біз бір-бірімізді ренжітсек те білеміз. Бір-бірімізді қаншалықты ол арылдассың, қаппасын, өзіңнен жақсын таппасын деп ұрсаң да ұстасып отыратын ағайындардың бірі осы қазір Құдайға шүкір өзім сүріп жүрген осы кішкентай ғана бір шеңбердің ішіндегі бауырларым ғой, достарым. Қазір баяғыда қарсылас болдық ең бірінші. Одан қарсыластың бер жағы достыққа ұласты. Достық енді қазір бауырмалдыққа ұласып жатыр, Құдай қаласа. Бітпесін осы бауырмалдығымыз. Кітаппен құсып атсың ғой бетімізге. Кітаппен құсып атсың ғой дейін бетімізге. Күшті, андай. Жүректен шыққан сөзің біздің жүрекке жетіп жатыр. Бізде Масанчиде не бар, общага бар. Сол кезде бір-екі күн шықпай жататын еді ғой. Бір шығып кетсе қайтып кіре алмай қалады ғой. Комендант боевой еді. Іште жататын, біздер шығып келіп гребе әкеп беретіміз. Капшагаларында жаттым. Күле беретіміз ғой төбеде ше. Неше түрлі әзілдер сол жақта шықты 5-ші этажда. Мына екеуміз кәдімгі күле береміз. Бір адам сияқтысың ғой, түсіндірудің қажеті жоқ қой. Еще кейін квартираға шыққандарында жақсы болды. Алматыға келген сайын осы үйіне баратынбыз ғой. Алматыны алғаш таныстырғандардың бірі Хамид қой негізі. Баяғыда Алматыға келем ғой, КВН-ге. Ол кезде мен 2008 жылы. Сен Дулати жастарына шықтың ғой? Жоқ, оға дейін мен мектепте жүрген кезде 2007 жылы келем Алматыға. Бір КВН-ге келдік. Республика сарайында болады деді. Сондай немен бақытпен мектептен жіберіп тұр. Республика сарайындағы КВН-ге деп. Сөйтіп келеміз да, сестрама звондаймын ғой, әпкеме, осы Алматыда тұратын. Әпке, қайда барам? Манас көшесімен жоғары көтеріл дейді. Абая Манасаға барамыз,
сол жерде тұрам, жоғары көтеріл дейді. Соны телефонмен сөйлесіп, единица бұл кезде қымбат еді ғой. Өшіріп тастаймыз да, жоғары көтерілетін мост, лестница іздейміз ғой, прикинь. Қаяқта бар. Короче, бұлай емес, бұлай іздеген ғой, жоғары көтеріл деген. Біз жоғары көтеріл дегенде ойлап тұрмыз андай. Жоғары жақ басқаша ма? Сөйтсек, Алматыда тауға қарай жүргенің жоғары болып есептеледі, тауға қарсы жүрген төмен болып есептеледі. Ал біз бірінші рет ондай нені көрмегеннен кейін Алматыға келіп тұрған жоғары көтеріл. Просто вверх поднимайся дейді да, вверх поднимайся дегенге біз лестница іздедік, домның шетінде мынандай нелер болушы еді көтерілетін. Соларды көреміз. 16-шы домның шетінде лестница тұр. Сол ма деймін ғой мен еще. Жоғы просто көшемен жоғары көтеріл дейді. Таппаймыз ғой, қайқа баратын білмей. Абай аманасында шірейміз ғой тұрып. Сонымен ол бізге түсіндіреді ғой, тауға қарай. Ол жоғары, тауға қарсы ол төмен деп. Содан кейін кішкене Алматыны сол кезде түсіне бастадық. Былай екен ғой деп. Алғаш рет Алматымен солай танысқан мен. Баяғыда екеуміз Астанада тұрды, кейін сол кезде мен КВМ барған кезде осының үйіне барамын, екеуміз бірге жүреміз. Есен ағаның үйінде де тұрдың ғой сен, екеуміз барып. Есен аға бірдеңе әзілдей береді бұл ше. Есен аға бір әзілдеп қалды ғой сол кезде. Екеуміз зорға шыдадық енді ше. Есен аға күлмейді ондай кезде. Осыларға сәл жылы сөйлессің, басыңа шабылады. Мұнадың өгізі тіс ауырып, бірнеше жері ісіп кеткен, сол кезде томпиып бейді. Нәлет түрі күлкінге сұртқашы. 2011 жыл ма? Есен аға мен не істейтінші, осы жаққа келіп, Көня бар, сен бар, Есен аға шеуің отырып, мен төбелескенде дейтін айтып берсе. Төбелескенде ма? Баспен ұратын. Оны айтып тастадым ғой көп жерде. Айтсайшы. Неде тұрды ғой көз өз. Тимирязо Гагаринада тұрдық қой деймін. Тимирязо Гагаринада тұрдық. Сол кезде мынандай не жаман тар еді ғой, көкінеше, онда ескі адамдардың көкінеше жаман тар ғой. Білмеймін, тек қана бір 2-3 адам тұруға арнаған бағаны ше, үйленгеннен кейін көшіп кететін шығар. Сөйтіп, сол жерде мына осындай мен мына жерде отырмын, оның артында терезе, мына жерде қала дейін, мына жерде газ, Есен аға мына жерде шығып кететін есіктің қасына Есен аға отыр. Мына жерде. Сөйтіп, мына столымыз мынандай. Одан кейін Есен ағаның бір несі анандай ғой, қасиеті, мысалы сенің айтқан әзіліңе күлмесе жаман қинайды ғой. Сенің айтқан әңгімеңе қасыңдағы бір жадырап, күліп, неғып қалса, сен де жеңілденіп қаласың ғана, ше. Айтқан сөзің өзіңді босатып, ше. Анау айтқан сөзіңе күлмей қалса, анау сөз қайтып айналып келіп, сені қылқындырады. Оңбаған, нең бар еді деп, ше. Күлет дебен қой деп, ше. Сондай. Есен аға сондай күйге салып қойудан чемпион мира ол, ше. Өз әзіліңді өзіңе өткізбей қылқындырта ма? Сөйт. Шай ішіп отырып, футбол туралы әңгімелесеміз, ол кісі Роберто Баджоны жақсы көреді, Зиданды жақсы көреді. Сөйт, бокс туралы әңгімелесеміз, любительский бокстар жақсы біледі ол. Кәдімгі 96-95 жылдардағы Өзбекстанның құрамасын айтып беріп отырады, Қазақстанды айтпағанның өзінде. Сөйт, шай ішіп отырып, асықпай өзі неге баратын ек? Еларнада бір бағдарламаға баратын болдық. Уәкеңмен, Вәлиөкпен жесіп жүргізетін ше. Сөйтіп, Есен аға шай ішіп отырды да. Қымет деді, сен төбелескенде бірінші удар немен бересің деді маған. Просто тупо үшін Шай ішіп отырып бірінші удар мен күттедім ше ананы кәдімгі таң ертең ғой. Таңертеңге қалай болды әңгіме? Мен есіме түсірамай жатырмын ғой, қашан қай жерде төбелесем, ол кезде немен бастап ем деп ше. Сөйтіп мына қолмен ғой дедім, Есен аға қолмен ұрамын бірінші. Сөйтіп Есен аға шайын ішіп отыр. Екінші удар ше деді. Екінші удар ше? Екінші удар ше деді ғой. Сөйтіп екіншісін білмеймін дедім, Есен аға төбелесіп кетеміз, қара дедім, аяқ баса аяқ күресіп кетеміз айтыр. Сонымен сіз ше дедің ғой. Иә, біраз үнсіздіктен кейін енді ол обратный не ғой? Күтіп тұр сен. Обратный визит дейтін бе не дейді? Есен ағаға сіз ше деп сұрау керек. Есен аға сіз ше дедім, Есен аға мен бірінші ударды баспен беремін деді ғой.
сөйтіп болды үнсіздік ше шай ішетін екінші ударды ше дедім сұрақ солай болып жатыр ғой біз екеуден кетіп жатырмыз ғой ол өзі қоймағанда сұрамайтын едім ғой мен ана өзі екінші ударымен қосып сұрады ғой менен қазір менен де сұрайсың деген адам бірақ есін аға көріп қойса ол ұрады ол кейін менше кездескен кезде ертең арт жақтан келіп тығып алатын бар ғой андай бос қолымен ше сөйтіп біраз үнсіздіктен кейін иә екінші ударды ше деп едім есін аға асықпайды ол деп шайын ішіп отыра берді есін аға бірінші баспен береді екінші ударды ше дедім сөйтіп үндемеген сөз бүйтіп қолма дедім деді сөйтіп аяқ па дедім деді тағы да үндемей отыр сөйтіп өзімді зорға ұстап тұр басын төбелей жүре сонда баспен төбелеп жүре бересіз ба дедің ба басын төбелей жүре бересі ана ұзақ не паузаға шыдай алмадың ғой иә ана жауап айтпай жатыр ғой қиналып жатыр подсказка айтып жатыр мен ше қолма дедім деді аяқ па дедім деді сөйтіп тағы да басын төбелей жүре бересіз онда ол мырс еткен жоқ ше ол әңгімеге мына жақта көне отқан көне қырық бұзылып болып кетті ғой күлгеннен ба күліп жіберсең болмай қалайын деп тұр ғой екеуміз таңдық енді кәдімгідей ше кәдімгі шыбын қонса жарыламыз біз ше жоқ деді есін аға екіншісі күрес деді ғой сөйтіп ол біздің неміз кетті ғой басқа есін аға өзі күресіп жатқан мына жақта келіп неге фойеде тұрып оңда ерке бар сол біз КВН ойнайтын болдық өзі сол есін ағаны қонақ қылып шақырған КВН есін ағаның атынан бір бұйық жасайтын болдық та сол кезде фойеде дайындық кезінде балдарға айтып едім балдар ана жерде шашылды ма соңғы бір екі жылдың ішінде ондай ситуацияға тап болмаған екен балдар жермен жексен болды ғой ана жерде оңдас ерке дегендерің кәдімгідей өлдік қой өзімде күле береміз оны ол бір 2-3 күнге азық болды ана жерде ше тоқтамай айтып күліп жүргенбіз кейін де еске түссе күле беретін болдық мынаны бірақ мен бірінші рет естіп тұрмын қойшы сен қаяқтағы бағдарламада айтып жүрсің бұны кітапханада айтып қойдың ба бұны былайша ешқандай подкаст жоқ кездерде де айтып жүрдік қой обязательно подкаст болу керек білмеймін ғой қай жерде кімге айтқан жалпы алды өзіміздің тусақ ол 1000 рет тыңдағандар айтқызады маған өйстіп нұрболған ұқсап бұл да сен де естіп қойып па жоқ бұның аузынан есту басқаша болған сол жерде көрген да көзмен ше біз басқа біреуге жеткізсек сөз қосып әйтеуір түрлендіріп айтуымыз мүмкінбіз да бұл қалай бар паузасына дейін ұстап беріп айтып береді ғой анда ше мадилер соны айтқызады маған сәл кездесін назар аудардың балдары ше соны айтып берші дейді айтып едім өткен тағы айтып берші таниды ғой олар ол тек көреді ғой олар ше бұл айтып жатады ғой бұл біз уже есін ағаны жақсы білеміз оның қалай интонациямен сөйлейтінін білеміз ше енді деп түр бұзылып кетіп анда ше деп күрсініп барып сөйлейтіндер не дейінші и сол айтып бірақ жатқан есен аға мені не ұрмапты не үйтіп андай сендерге істегенде жоқ енді сен андай ғой қасында көп жүрген жоқсың ғой есен ағаның мен астанада көп жүрдім қасында хамит көп жүрді осында филиал директор болған кезде алматыда деген сияқты ғой сенде қандай оқиға болды ол есен ағамен есен аға мен тепкені бар жындап тұрып қатты арқадан ұратын еді ғой сендер тек таяқ жепсіңдер ғой мен нормально өтіп кетіппін ғой жаңағы бөлмеден есіме түсіп отыр мен елдос деген дос балам бар тағы да луговойдікі мен терезе жағында отырмын біз екеуміз шай ішіп отырмыз тура менің ана сол иығым оң иығымның терезе есік ашық тұр сөйтіп менің алдымда неде ыдыста конфет тұр да адам сода сендей қашықтықта отыр сөйтіп шай ішіп отыр екеуміз әңгімелесіп конфет лақтырып жіберші деді да алдымда лақтырып
терезеден лақтырып далаға қарай ма? кәмпит лақтырып жүрсе алдында лақтырып анау деген жылады қылып ше күлкіден ше айуансың ғой деп енді өзің дұрыстап айтпайсың ба маған қарай лақтырды сен маған қай қарай лақтыратыныңды айтқан жоқсың лақтырып жүрсе алдым лақтыр тура сол бәндегі оқиға болғанда сол есіме түсіп кетті да жаңағы столды көріп ше жақсы осындай әңгімелерің сағынамыз осындай майда әңгімелеріңді айтсай майда осы ғой майда әңгімелерің керек қой осындай. бізде анау не болып тұрған осы Алматының аудандарын аралап концерт беретін болдық та өзімізше Не ма? Жұмырмен ба? баннер шығарып ше Жұмырмен ба? жоқ жұмыр емес бері сәл жиналып өзім ұйқым бар мереке мен жаснардың балдары бәріміз сөйтіп осы ұйымдастырамыз еді өз балдар Жаркент ана осы Алматының қасындағы аудандар сол кезде балдар баннер шығарды да тура жаңағы үйде ғой квартирада сөйтіп ол баннерді қыртыс соққамасына жерге жазып тастаған екен сөйтіп берік бар шашы ол да ит еді ғой әрбеле маған менің жыныма тиіп ше басқаша жыныма тиеді ол ше андай мультфильм стилінде ше андай текстовой келмейді да сөйтіп баннер тістепті мен енді тексеріп жатырмын бүйтіп қарап жатырмын бүйтіп мынаны жақсы өзім таппай жатырмын да Баннерден ба? иә примерно ортасында тұруым керек примерно сөйтсем соны берік соны әдейі істеп та баннердің үстінде жүріп сөйлесіп жатырмыз енді жаңағы жерге төсеп сол берік соны мен басымды басып тұрғызып әдейі ше иттікпен ше әдейі көрсетпей ма іздеп жүретіндер мен өзі анау үйде кейде Михон екеуміз қалып кетеміз екеуміз отырып карта ойнаймыз сол кезде сол жылдар ғой әрбеле істеймін қатып отқанда аяғымды жатқан кезде аяғымды сол үстіне қойып қойып шұқып сөйтіп иығына қойып қоямын олар түсіп тастайды жалпы түсінеді ғой енді андай дейміз жалпы түсініп отыр бір кезде басынан бүйтіп иығымды басынан бір тептім аяғынан ше аяғы карта сөйтіп қайсың деді Михон ше екеуміз ақ қой үйде ой өзім кайфыме ғой ойнап отырамыз сосын тағы да әрбелесе бәндегіден қаттырақ деп едім уже мен кайф ұстай алмай қаламын ғой сөйтіп қаттырақ деп тағы да артына қарайды бүйтіп ше сөйтіп арғы үндемейді сөйтіп жалғастырып отырамыз бір кезде тағы да қаттырақ дедім сөйтсем мына үйде біреу бар дейді сөйтіп бізде квенщиктер жаңағы өздерің айтқандай көп балдар келіп тұрады сол кейде екеуі ғана қалып кететін кездерде де сондай кездерде кетеді ғой Данчо келетін де ше үйге Данияр келетін Данияр Саид Ғалым бәрі бірге келді ғой бір қай бір жылдары сценарийге оқимыз деп білмеймін соны ше кім ана маған да біреу айтып берді ана шай қайнату соны айтып берді есімнен шығып кеткен екен кейін айтып бергеннен кейін менің әңгімем сияқты ғой дедім да шайды өсіре жас дедім ғой біз жоқ шай қоя сал деді ғой шай қоя сал дедім ғой үйге келген сөйтіп шай қоя салшы дегенсің ғой сен Данчикке ма Даниярға Данчоға сөйткен Данияр тұрғанда ол қалай болады екен деген ғой содан кейін мынаның жауабы ғой не деп жауап бердің оны білмеймін мен текст жоқ оның оқуы жоқ шығар шай қоюдың оқуы жоқ шығар дедім да жалпы қойғысы келмей тұрғанын байқап қалдым ғой батан да ше қалай болады екен қоя алмаймын дегенге келтіріп тұр да сыңайды оқу жоқ шығар біз бірге тұрған үйдегі қазанның крышкасы бар ғой соның крышкасын анда бүйтіп ұстайтыны жоқ етін USB шнур еді ғой білесің ба иә соны USB шнурдан істеп қойдым USB шнурдан істеп қоятынбыз сонымен көтересің сонымен басасың тамақты өлтіретін бұл тамақ істеу дегенге асықпайтын бірақ вообще асықпайтын біз андаймыз ғой апыр топыр келесің бұл вообще үйде действительно пенсионер сияқты жүретін бұл кісі ше асықпайды
сен бармадың кухняда балық қуыратын да? неде ақтаудағы ма? Ақтаудағы. Вот айттым ғой өткенде шай әңгімеде. Мынада болды ғой. Мен де бармын ғой ол жерде. қойшы. Пақ өткенде кімдердің хикая ма? Нұржандарға барған кезде соны айттым ғой. Қуатжанның келіп полный кухняға қуырыпсың ғой деген кезде. Анау пақылдап май шашады екен ана балық. Май шашады Иә, екен. мен ешқандай сомнение ұстаған жоқпын өзімнің өлтіріп қуыратыныма ше. Бірақ ана жерде үйтіп оның май шашатынын білмедім да. Ана балық салған сайын май шашағанға пытар еді. Кухня полын бәрі. Соғыста жүргендей болдым ғой мен ше, ананы ауыстырып кетіп ана бет қақпағын ұстап алып ше. Пол деген жиіркенішті болып кетті ғой. Балықтың иісі бар май ше. Кетпейді ғой ол еще ана қыз қайнап тұрып түскен. Қайнаған сумен жумасаң ол Қуатжан, кейін қорып болғаннан кейін Қуатжан кірген ба? Қуатжан келді. Жігіттер келсеңдерші, бәрі кел. Қуатжан, бәрі бері қарай келіп жатқан кезде. Полный кухняға қуырдың ба балықты деп. Бізде бүгін болған оқиға подкастында қонақта болған Хамит Ердехан. Өте ризамыз, келгеніңе рахмет. Әдемі сұхбат, әдемі. Вообще негізі Марат, Нұрсұлтан, Хамит үшеуін бір шақырып алу керек бұдан. Негізі келесі жол үшеуін келіңдерші. Айтпақшы анау тамақ істейді дегенге тура сол қазан бар. Сол қазан сен айтқанда. Мына жақта өз үйде жасалған қазан. Ауыз бекітетін уақыт қой. Сөйтіп ауыз бекітетін уақыт мен бір қазанға маскөже істедім. Маскөжемді ішіп пең сен менің? Ішкен жоқсың, сен де Мен іштім, по-моему. ішкен шығарсың сен. Мен іштім, мен біраз тұрдым. Біз 3 бөлмеде, мен бөлмемде ауыз жерге жасадым мен. Ненді дастархан жап, нанды қатты дайындаламыз біз ше. Әсіресе ауыз ашармен бекітуге ше. Тарауық қойып дайындалмасақ та әйтеуір сол ашумен бекітуге қатты дайындаламыз. Сөйтіп бір қазан қылып не дайындап қойғам. Сөйтіп қуандық ше бізде, қуандық. Қуандық қайтым Айесада. Қазанды алып не алып кел дедім. Сөйтіп столды әкелді тар жақтан. Стол әкелді тағыны қазанды әкеліп үстіне қойған кезде ана 300 столдың біреуінің несі түсіп кете беретіне де тақтай. Астында қысылма. Сол тақтайды, сол столдап келген ғой ол ше. Ана 300 столдың ішінен сол түскен ғой. Соның үстіне қойған кезде анау не қалды да тайды дағына кәдімгі ана төгілді ғой. Құрғақ тамақ болса да мейлі ғой. Ол маскөжемен өзі бүйтіп кесеге құйып, нан қосып ішіп жатқан кезде ғана аппетитінде де, бірақ ана кілемге мынандай жерге төгілген кезде ана маскөже басқа нәрсе болып көрінеді көзіңе ше. Дуалға шашап, сол күй дуалда қалды ананың ізі ше. Сол қалғанымен кейін көшіп кеттік қой. Оны кім әкеп әкетпейсің. Ол жаңа үйді есіме түсіп жатқаны ғой жаңа. Сен қасымда жататын ғой. Ол үй деген Жасоппен де сол квартирада оқиға. Жаңағы Даниярлармен де сол квартирада. Сол квартирада бәрінде базар. Сояққа түсірмейміз ба келесі подкастты? Абай, баумыны. Тура осы жерде болған деп па? Мына жерде болған деп. Іс қозғалып жатқан сияқты. Куәмін деп отырады да. Еркекше айтайын, сенікі зор кетті. Білмеймін, көрермен қандай баға беретін. Мен бірақ от души күлдім. Мен айттым, көзімізден жас шыққанша күлдік қой. Неше түрлі естелік көз алдымызға келіп жатқан картина. Осылай шаршамай, аман-есен жүре берші. Достар, болған оқиға подкастында бізде қонақта аңыз адам Хамит Ердехан. Сіздердің сүйікті кітапхандарыңыз. Енді келесі кезекте кімді көргілеріңіз келеді? Атын жазып кетіңіздер. Осы выпускқа лайк басуды, парақшамызға, каналымызға, парақша деп қой. Каналымызға қосылып лайк басып қоюды ұмытпаңыздар. Келесі кім шақырайық? Хамит кімді айтады, соны шақырамыз. Кім шақырайық? Нұрсұлтан келіп қойды ғой, Қуатжан шақырыңыздаршы, Қуатжан. Қуатжан шақырайық па? Болды. Келесі выпуста біз Қуатжанды по вызову шақырамыз. Рахмет. Рахмет. Рахмет, Хамеке.